Қайырлы күн қыздар, сіздермен бірге бода. Біз бүгін королевский тортын жасауды үйренеміз. Бір жасағаннан ғашық боласыздар, өте керемет болып шығады. Ол үшін ең алдыменен менің каналыма тіркеліп кетіңіздер. Подписаться кнопкасын басып, қасындағы қоңырауды бассаңыздар, менің каналымдағы шыққан видеоларды бірінші болып көресіздер. Ең алдымен комнатный температурада тұрған жылы жұмыртқаларымызды салып, жақсылап миксерлейміз. Миксерді ең төменгі жылдамдықтан бастаңыздар, сразу қатысына қоймаңыздар қыздар. Жұмыртқамыз кішкене көпіргеннен соң, оның үстіне 200 грамм қантымызды салып, қантымыз ерігенше жақсылап тағы да миксерлейтін боламыз. Қантымыз ерігеннен соң, оның үстіне 90 грамм сұйық май құйып, сұйық майымызбен массамызды жақсылап араластырып аламыз. Массамыз араласқан соң, жылы 90 грамм сүтті құйып, тағы да араластырамыз. Сүтімізді де араластырып болғаннан соң, разрыхлитель яғни қопсытқыш 15 грамм саламыз, дағыны тағы да араластырамыз. Разрыхлителіміз барлығы араласып болғаннан кейін ұн саламыз. 200 грамм ұнды салып, массамызды РТК жазылғанша бір қалыпты күйге енгенше жақсылап араластырамыз. Дайын болған массамызды 3 бірдей ыдысқа бірдей теңдей етіп бөліп құйып аламыз. Себебі бір ыдысымызға біз какао ұнтағын қосып араластырамыз, ал екінші ыдысымызға мактың дәнін сеуіп араластырамыз. Осындай 3 түрлі масса дайын болды. Енді оны қалпымызға құйып аламыз. Мен торттың формасынан және фольгадан осылай қалып жасадым. Соның ішіне құйып 160 градуста 15 минут бойы пісіретін боламыз. Және де корждарымызды міндетті түрде суытып, құрғатып аламыз. Корждарымыз пісіп мұздағаннан кейін кремін жасаймыз. Ол үшін 500 мл сливкиді осылай жан-жағын түсіріп аламыз. Қою түбінде қалып қоймас үшін таза құрғақ ыдысымызға салып, жақсылап миксерлейміз. Миксерлегенде қыздар миксерлеріңіздің күшіне қарай миксерлейсіздер. Егер сіздердікі менікіне қарағанда күштілеу миксер болатын болса, может 5 минут, 6 минут миксерлейсіздер. Бірақ менікі сияқты миксер болатын болса, 9 немесе 10 минут бойы миксерлейсіздер, сонда осындай болып қоюланады. Енді оның үстінен творожный сыр саламыз. Творожный сырды барлығын бірден салып жібермеңіздер. Мен 2-ге бөліп салдым. 2-ге бөліп, бірінші бөлігін саламыз және де миксерлеп аламыз. Ол бірінші бөлігі жақсылап араласып алғаннан кейін, екінші бөлігін салып, тағы да миксерлейміз. Творожный сырымыз араласып алғаннан кейін сахарная пудра 180 грамм салып, тағы да 1 немесе 2 минут бойы миксерлеп жіберсеңіздер жетеді. Бізде осындай крем дайын болады, қыздар, өте тығыз крем болады, формасын жақсы ұстайтын крем болып шығады. Енді тортымызды жинаймыз. Алдымен осындай крем жағып аласыздар, кішкентай ғана, себебі коржымыз жылжып кетпеуі керек. Енді мак қосылған коржымызды қойып, оның үстінен дайын болған кремімізді саламыз, дағыны барлық жеріне бірдей етіп, тегістеп кремді жағып шығамыз. Крем жағылып болған соң, екінші шоколадный коржымызды қоямыз. Бұл какао қосылған корж. Оның да үстінен крем салып, жақсылап бір қабатқа кремін жағып аламыз. Екінші слой кремнің үстінен мен грецкий жаңғақ пайдаландым. Кез келген жаңғақты сепсеңіздер болады майдалап. Осылай кремнің үстіне бір қатар жаңғақты тізіп аласыздар. Жаңғақты тізіп болғаннан соң, ең соңғы бисквитті үстінен қойып, жақсылап басып, шет-шеттерін тегістеп аласыздар.
Торттың бетін қаптау үшін қалған кремнің үстіне осындай пищевой краскадан жасыл түсінен 3 тамшы қосып, жақсылап кремді араластырып, осындай бирюзовый цвет крем жасап алдым. Енді оны торттың үстіне қойып, жақсылап тортымызға жағамыз. Тортымыздың жанына да осы қолымыздағы зат арқылы жағып шығамыз. Өзіңізге ыңғайлы нәрсені пайдалансаңыздар болады. Мықты кондитер болмасақ та, кез келген асхана пышағымен болсын, өзіңізге ыңғайлы затпен осылай туырлап жағып шықсаңыздар болады. Жан-жағын реттеп, барлық жеріне тигізіп, барлық жеріне бірдей етіп бөліп жағамыз. Крем жетпейді деп уайымдамаңыздар. Крем барлық жерін қаптауға толығымен жетеді. Мінекей тортымыз осылай болды. Енді кондитерский мешокқа шоколад салып, оны ертіп аламыз дағына. Осылай шет-шетіне шоколадты жақсылап жағып шығыңыздар. Тура видеодағыдай етіп жақсаңыздар болады. Бірақ егер өзіңіз қалай украшать еткіңіз келеді, қалай сәндегіңіз келеді, өзіңіздің қалауыңыз бойынша сәндесеңіз де болады. Мен осылай шоколад жағып алдым дағына. Ол шоколадты пышақтың көмегі арқылы басқа формаға осылай енгізіп шықтым. Мінекей королевский тортымыз дайын, дәмі өте нәзік, керемет болады. Бір түн, хотя бы 4 сағат холодильникте ұстасаңыздар, өте нәзік әрі дәмді торт болып шығады, қыздар. Міндетті түрде жасап көріңіздер, балапандарыңызды, отбасыларыңызды қуантыңыздар. Егер видео ұнаған болса, лайк басып, комментарий қалдыруды, және де менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Бота. Егер тортты басқаша сәндегіңіз келсе, фруктылармен де безендіруіңізге болады.